Assalomu hurmatli ko'rmanlar. Sizlarga men Aman Gildalo Sultan Galaxy arnasına hoş geldingizlar. Ko'rib turganlaringizdek biz bugun aşk'a eng birinchi ushqan qiz turali aytатын bo'lamiz. Boshlamay жатып arnaga tirkelib like bosib ketamiz. Onda biz bastaymiz. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would. I told you Yuri Gagarin ұшқаннан кейін бұл бағыт одан да белсенді түрде дами бастады. Адам және ғарыш кеңістігі бір-біріне жанадылған күш-жігермен қол жеткізді. Ғалымдар енді әйел екенін айтады. Төзімділік пен ақыл-ой жыныстық қатынастың өкілі Валентина Терeshkovаға көмектесті. 1960 жылғы 16 маусымда Восток 6 ғарыш кемесінен бастап ғарышта бірнеше әйелді аралап бүкіл әлемге танымал болды. 1934 жылы 5 наурызда Тутаев ауданында кәдімгі отбасында дүниеге келді. Оның әкесі тракторшы болды және майданда қайтыс болды. Ал анасы тоқыма фабрикасында жұмыс жасады. 1953 жылы Валя 7-ші сыныпты бітіріп, Ярослав зауытында білезік алды. Сонымен қатар кешкі мектепте оқыды. 1959 жылы жас Терeshkova парашютпен жаттыға бастады және 100 секундты орындады. 1962 жылы әйелді ғарышқа жіберу туралы шешім қабылданған кезде тағдырын байланыстырды. Көптеген кандидаттар тек 5 ғана сайланды. Жоспарлаушы ғарышкер Валентина құрамына енгеннен кейін оқу мен білім беруді нығайта бастады. 1 жылдан кейін ол ұшу үшін таңдалды. Осылайша біздің кішкене ғана мәліметіміз сіздерге ұнады деген ойдамын. Қош, сау болыңыз.